Түркістан облысында ерікті жастардың халық сақшысы жасағы құрылды. Оның құрамында спортшылар, белсенді және ерікті жастары бар. Халық сақшылары елдің қауіпсіздігі мен тыныштығын күзетіп тұрған блок бекеттердегі әскерилер мен тәртіп сақшыларына ыстық тамақ жеткізеді. Одан кейін қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету үшін полиция қызметкерлеріне көмектеседі. Кей өңірлерде қауіп әлі толық сейілмегендіктен олар халық арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Біздің қатарымызға қосылып жатқан жастарға ешқандай шектеу қойып жатқан жоқ. Қайта ата-анасы өздерінің рұқсатын беріп, балаларының амандығын үйде тілеулі болып отыр. Барлық жастарды бізбен бірге жұмыс жасауға, халыққа, елге көмек беруге шақырамыз. Жасақтың мақсаты біздің бір жұдырықтай болып, біздің өзіміздің еліміздің әскерлеріне көмектесуге, өзіміздің бір патриоттық сезімімізді арттыруға. Жастарды біз сол жақсы үгіт-насихат жасауымызға біз тырысуымыз керек. Дұрыс жолды көрсетуіміз керек жастарға. Арандатушылардың, адамдардың үгіт-насихатына, сөздеріне сенбей, бірігіп бір жұдырықтай болып, біз солармен күресеміз.